Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен өте дәмді әрі ерекше болып шығатын самсаның түрін жасайтын боламыз. Алдымен ыдысымызға суымызды құямыз. 2 шай қасық тұзымызды саламыз. Жарты шай қасық ас содасын қосып, жақсылап араластырамыз. Ерітілген сармайымызды құйып, қамыр илейтін боламыз. Ұнымызды аздыздан салып. Көрсетілген мөлшерден артық ұн қоспаймыз. Бұл жерде қамырымыз өте жұмсақ та емес, өте қатты да емес, орташа көлемде болып шығады, яғни жұмыс жасауға ыңғайлы. Ең бастысы қамырдың июін қандырсаңыздар жеткілікті. Қамырымыз дайын болып қалды. Енді салфан пакетімізге салып, 30 минутқа бөлме температурасында қалдырамыз. Оған дейін салмасына кірісеміз. Бұл жерде 300 грамм ет, май аралас пияз және салаттан қалған азғантай сәбіз бар еді. Сонда қосып жіберемін. Қосу-қоспау өз еркіңізде. Картоп 2 дана және қызанақ. Үлкен болса 3, немесе кішкентай болса осындай 4-5 алсаңыздар болады. Және 70 грамм сұйық май керек болады. Барлығын ұсақтап турап аламыз. Сәбізді бұл жерде үкіштен өткіздім мен. Тұзымызды, қарапұшымызды және паприкамызды қосамыз. Сұйық майды құйып, жақсылап араластырамыз. Мінекей біздің салмамыз дайын. Ендігі кезекте қамырымызды алып, қайтадан бір жақсылап илеп аламыз. Байқасаңыз, қамырымыз бөлме температурасында тұрып жұмсарады. Бір илеп алғаннан кейін қамырымыз қолға жабыспайтын өте әдемі қамыр болып шығады. Енді осы қамырымызды теңде 2 бөлікке бөліп, әр бөлікті 90 граммнан бөліп аламыз. Егер таразы болмаса, көз мөлшерімен де бөлсеңіздер болады. Бірдей шығу үшін мен міндетті түрде 90 граммнан өлшеп аламын осылай. Өлшенген қамырды да дөп-дөңгелек етіп, дұрыстап жинау керек. Сол кезде қамырыңыз дөңгелек әдемі болып жайылады. Әрбір бөлікті пакетке салуды ұмытпаңыздар, себебі бөлме температурасында кеуіп қалуы мүмкін. Қамырымыз мінекей дәл осылай дайындап алдым да, керегін шетінен ала беретін боламын. Ешқандай да ұнсыз, тек өзін ғана жаясыздар. Шетін жіңішке етіп кесіп аламыз. Бұл бізде қақпағын жасауға керек болады. Енді кесемізді алып, соның ішіне қамырымызды саламыз. Бірінші қызанағымызды салып аламыз. Бір ас қасықтай салмасын саламыз. Қалауыңыз бойынша 2 ас қасық, 3 ас қасыққа дейін салуға болады. Жақсылап түйеміз. Ішіндегі соғы піскен кезде сыртқа шығып кетпеу үшін жақсылап түйіп алыңыздар, мықтап. Бекітіп, осылай қолымызбен дөңгелек пішін келтіріп аламыз. Енді кесіп алған қамырымызды бір-біріне өру арқылы иірім жасаймыз осындай. Қалған қамырымызды дөп-дөңгелек қақпағын жасайтын боламыз. Мінекей біздің
Кеседегі самсамыз дайын. Екінші қамырымызды дәл солай шетінен кесіп аламыз. Кесеміздің ішіне салып аламыз. Бірінші қызанағымызды, содан кейін салмасын қалауыңыз бойынша толтырып салуға болады. Түйу барысына өте мұқият болыңыздар, себебі пісу барысында шырыны сыртқа шығып кетуі мүмкін. Осыны ескеріңіздер, жақсылап түйіп бекітіп алыңыздар. Және кішкентай пеш болатын болса, сіздерде нешеуі кетеді, сол пештің соны ғана жасап алыңыздар. Пісуге жақындаған кезде келесі бөлімдерін бастайсыз. Себебі 45 минут пісем дегенше жаңа жасап қойған самсаларыңыздың соғы сыртқа шығып, қамырыңыз өзінің формасын жоғалтуы мүмкін. Осыны да ескеріңіз. Енді ыдысымызға салып алдық. Мінекей аздаған сүт жұмыртқаның сарыуызына салып, жұмыртқаның бетіне жағып шығатын боламыз. Барлық жеріне тегістетіп. Бетіне күнжітімізді себеміз. Қызып тұрған духовкада 190 градуста 40-45 минут пісіріп аламыз. Мінекей біріншісі бізде пісіп шықты, екіншісін дайындап алдық. Осыны решетка салып суытамыз. Екіншісінде дәл осылай пісіреміз, жұмыртқа жағамыз және бетіне күнжітімізді сеуіп духовкамызға жіберетін боламыз. Бұл мөлшермен пісіретін болсаңыздар, сізде 12-13 самса шығады. Көп мөлшерде өте әдемі әрі дәмді болып шығады. Жасап көруге кеңес беремін. Мінекей барлығын пісіріп алдық, енді толықтай суытамыз. Бұл тағам өте ерекше әрі тойымды, кешкі асқа да, түскі асқа да немесе ауызашарға дайындап берсеңіздер де болады. Өте дәмді. Бір жасағаннан керемет болып шығады. Және шырыны ішіне толып, кәдімгі сочный деп айтамыз ғой, сондай болып піседі. Сіздерде жасап, отбасы мүшелеріңізді қуантуға кеңес беремін. Қазір енді кесіп ішін көрсетемін. Байқасаңыздар, өте нәзік кесіліп жатыр және ішіндегі салмасы толықтай піскен. Шырынды әрі тойымды, ерекше кешкі асқа да, түскі асқа да баратын керемет тойымды тағамды сізде жасап, отбасы мүшелеріңізді қуантыңыздар. Достар, егер видеом ұнаған болса, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Замира. Келесі кездескенше сау болыңыздар.